Қайырлы күн ұстаздар, өздеріңізбен әдеттегідей Сандуғаш Қадырғалиевна. Бүгін сіздерге мұғалімдерге арналған оқушылардың қызығушылықтары мен қажеттіліктеріне жарайтын жасанды интеллект сервисімен таныстырамын. Ол үшін браузердің іздеу сылағына ToTeachA деп жазамыз. Сол кезде ең бірінші осы сайтқа өтеміз. Және әдеттегідей бұл бізде ағылшын тіліндегі сайт. Келісем деген accept all дегенді басамыз және sign up дегенді басып алдымен тіркелу жұмыстарын жүргіземіз. Барлық платформаларға тіркелу жұмыстары бізде Gmail аккаунт арқылы жүзеге асады. Әдеттегідей өзіміздің Gmail аккаунтымызды белгілеу арқылы тіркеу жұмыстарын бастаймыз. Сіз мұғалімсіз бе, әлде басқа тұлғасыз ба, өз қызметіңізді көрсетесіз және де өзіңіздің қай сыныптарға сабақ беретініңізді белгілейсіз. Мәселен, 6-8 сыныптар дедім және өзіңізге қажетті пәніңізді белгілеп аласыз. Сохранять дегенді басасыз. Әрине біз орыс тіліне аударып отырсақ болады. Бұл жалпы ToTeach деген мұғалімдер мен оқушыларға арналған, яғни бұл жерде жеке материалдар мен жаттығуларды ұсынады және ақылы да ақысыз да түрлері бар. Міне біз жаттығулардың 5 түрін тегін жасай аламыз және де 3 жұмыс парағын қолданамыз және 2 сабақ жоспарын тегін жасайтын боламыз. Бұл ToTeach сайтын тағы да ақысыз қолдану үшін басқа да Gmail аккаунт арқылы кіріп жалғастыра берсеңіздер болады. Енді бұл жерде қандай инструменттерді ұсынады? Міне, YouTube'тан біздер жұмыс парағын құра аламыз, текстімізге сәйкес тапсырма құрастыра аламыз және де Kahoot-тан сұрақтар тесттер аламыз. Сонымен қатар презентация жасай аламыз. Веб-сайт, яғни одан жұмыс парақтарын, сонымен қатар біздің сабағымызға қажетті түрлі инфографикалық материалдар, яғни графика мен сызбаны араластырып отырып осындай әдемі инструменттерді жасай алады екенбіз. Алдымен мұнда текстовые инструменты деген бірінші құралды пайдаланып көрейік. Мына жерде вставьте свой собственный текст деген жерге текстті әкеліп қоямыз. Ол 20 мыңға дейінгі символды қамтуы қажет. Анализировать текст дегенді басамыз. Мына жерден задание түрін таңдаймыз. Вопросы с примерами решения дегенді таңдаймыз да, содан кейін қандай бізге осы текстке қатысты жеңіл, күрделі сұрақтар ма, орташа сұрақтар ма таңдаймыз және міндетті түрде мұнда английский язык дегенді көрсетеміз. Бұл жерде ағылшын тілінде құрастырады. Және укажите задачу дегенге мына жерге кез келген сөзімізді жазып көрсетеміз. Мәселен, компьютердің жадысы деп жазып қалдырайық. Содан кейін создать упражнение деп басамыз. Осы уақыт аралығында бізге жаңағы берген, яғни біздің берген текстімізге байланысты бұл жерде сұрақтар құрастырды. Мысалы, мына сұрақты қазір қарап көрейік. Мына жерде сұрақ қойылған, яғни мына текстімізге байланысты сұрақ құрастырып тұр ғой. Переводчик деп английскийдан біз оны қазақ тіліне аударатын боламыз. Компьютер жадының негізгі мақсатын атаңыз дейді. Мына жерге сіз осы жерге жазасыз, жазып болғаннан кейін негізгі мақсатын, одан кейін check деп тексересіз. Сол кезде show деп басатын болсақ, бұл жерде жаңа компьютер жадының негізгі мақсаты, яғни жауабы мына төменгі жақта сізге подсказка ретінде ұсынып тұр. Яғни ақпаратты кейінірек есептеу кезінде пайдалану үшін оның ұяшықтарында сақтау деген сияқты. Яғни аздаған минуттың ішінде, яғни деңгейі орташа сұрақтарды бізге осы жерге құрастырып берген болатын. Енді келесіге, мысалы, кроссворд дейтін болса, дәл осы тақырыбымызға бізге қанша кроссворд, яғни 8 кроссворд керек па, 9 кроссворд керек па, осы жерден үлкейтіп, 10 кроссворд кішірейтіп азайтамыз. Сосын grade дегенді басамыз. Сол кезде әп-сәтте біздің берген текстімізге байланысты кроссвордты әп-сәтте құрастырып береді. Кроссвордты құрастырып берді. Енді біз мына жерде PDF вариантында көшіріп алсақ болады. Кроссвордымыз әп-сәтте дайын. Енді бұдан да басқа мен сіздерге бұл сервистің тағы да басқа бір мүмкіндіктерін қарастырып өткім келеді. Яғни мына жерде Kahoot деген бар ғой, яғни тест құрастырып беру. Дәл осы мына компьютердің жады деген текстті алып келемін де мына жерге қоямын. Содан кейін жаңағыдай күрделі ма, орташа ма, жеңіл вариантта ма,
қаншалықты деңгейде тест құрастырғанын қалайсыз, қанша тест, қанша сұрақ болғанын қалайсыз, соны осы жерге қоясыз да, сосын grade деп басасыз. Және мында міндетті түрде ключевой слово, яғни кілттік сөзді береміз. Қазір мында компьютер жадысы деп бердік. Және де бұны текст ретінде де скачать етіп алсақ болады. Міне осылай баратын болсақ, міндетті түрде мысалы біреуін басып көрейік и проверять дегенді басамыз, біз қателік жібердік. Одан кейін басамыз, тағы біреуін бассақ, дұрыс екендігін міне астында жұлдыз беру арқылы бізге не істеп тұр? Әрине көрсетіп тұр. Өте керемет сервис. Мен өзімнің сабағымда қолданып көрдім. Ұнағандықтан сіздерге кеңес беріп отырмын. Енді бұдан кейін grade презентация дегенді қарайық. Бұл жерде де біз тақырып береміз, яғни біздің оқушыларымыздың жас ерекшелігін көрсетеміз презентация көрсетерде, және мұнда тақырыбымызды жазамыз. Мысалы менде компьютер жадысы, сондықтан компьютер memory деп жазамын. Мына жерде уровень языкада, яғни A1, A2 деген ол күрделілігіне байланысты, оны көрсетпесек те болады. И создать презентацияды басамыз. Сол кезде біздің жіберген сұранысымызға байланысты жасөспірімдердің жас ерекшелігін ескере отырып, әп сәтте бізге презентация құрастырып беретін болады. Яғни мен мұнда компьютер memory деп тақырыбымды енгізіп, оқушының жас ерекшелігін көрсеттім, және осыған байланысты әп сәтте маған осындай сабақ жоспарын дайындап берді. Бұл жерге сабаққа қатысты материалдарды осы жерден құрып алсаңыз болады. Міне әрбірінің қасында создать материалы деген бар. Бұл әрине ақылы версиясында. Егер де осы сабақ жоспары сізді қанағаттандырса, онда жоғарыдан скачать как docs, яғни Word форматында бірден скачать етіп алсақ болады. Жалпы TOEIC-тің ұсынатын мүмкіндігі өте көп. Қаншалықты осы кезге дейін сіз жасанды интеллект сервисін пайдаланып көрсеңіз, бұл сервисте игеру өте оңай, сондықтан да сіз сабақтарыңызда қолданып көріңіздер. Видео пайдалы болса, әріптестеріңізге бөлісіп, каналға жазылып, лүпілдеріңізді аямаңыздар, кәделеріңізге жарасын.